Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз әлеуметтік желіде хит болып жатқан хожелі мантысын жасайтын боламыз. Ең алдымен ұнымызға бір дана жұмыртқамызды салып, араластырып, салқын тұзды суымызды құйып, жақсылап қамыр елеп алатын боламыз. Және де айта кетейін, біздің ұнымыз бірінші сорт болғандықтан, біз бір дана жұмыртқамызды қосқан болатынбыз. Енді тындыруға жібереміз. Салмасына пияз қажет болады. Пиязымызды жұқалап, турап аламыз, осылай ұзын етіп, және де жұқалап. Дәл видеодағыдай турап алатын боласыздар. Турадық, енді дайын фаршымызға салып, тұзымызды, қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды, сұйық құйып, жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы қамырымызды қайта қайтарып, бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын, енді бөліктерге бөліп алатын боламыз. Ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Міне осылай ұн сеуіп, домалақ формада жаямыз. Қамырымыз өте жұқа болуы қажет. Одан соң 4 бұрыштап кесеміз. Біз қамырларымызды кішкентай қылып кестік, өйткені қазір оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Енді оқтаудың көмегімен жаямыз. Қамырымыз өте жұқа болуы қажет. Өте жұқа болса, біздің хожелі мантымыз шығады. Міне, енді салмамызды салып аламыз. Барлығына салып шығамыз. Ал енді салмамыз бұдан да аз болуы қажет. Енді бір бұрышынан бүгіп шығамыз. Мінекей, тағы да бір көрсетіп жіберейін. Бір бұрышынан осылай дәл видеодағыдай бүгіп шығамыз. Енді ристімізді майлаймыз. Мантыларымызды саламыз. Яғни жайғастырып шығамыз. Міне осылай. Біз осылай барлығына орнына жайғастырып шықтық. Мінекей. Енді тұздығына көшеміз. Тұздығына қызыл фабриканы саламыз. Ең алдымен сұйық майымызға. Одан соң араластырамыз. Тұздығына да мән беру керек. Одан соң піскен соң осылай жағып шығамыз. Міне біздің хожелі мантымыз дайын, өте керемет, әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жұқа болып шығады, ас болсын.